Әлем таңғалған қазақ. Егерде біздің ролигіміз дами берсін десеңіз, бізге тіркеліп, лүпіл басып, астына комментарийге ойларыңызды қалдыра кетіңіздер, және достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіз адам өзгерді ме, жоқ заман өзгерді ме деген сұрақты жиі естуші ме едіңіз? Әрине, кейде адамдар бір-бірінен көңілі қалып, ренжіген сәтте осы сұрақты қояды. Біз бұны неге қозғап отырмыз? Қазіргі таңда қазақ деген ұлтқа басқа ұлт өкілдері қатты таңғалады. Неге дейсіз ғой? Қазір біз сізге қазақтың басқа ұлттан артық етіп көрсететін көптеген біршама факттерін тізбектеп береміз. Мысалы, цивилизациясы қатты дамыған деп ойлап жүрген европалықтар, америкалықтардың түсінігінде жоқ нәрселер қазақтарда бар. Олар біздің, яғни қазақ ұлтының әлі уақытқа дейін ата-бабасынан қалған салт дәстүрлерін берік ұстануына қатты таңғалады. Ары қарай өзіңіз ойланып көріңіз. Мысалы, туысқандық қарым-қатынасты қазақ ұлты сияқты ұстанатын ұлт аз. Өзіңіздің туысқандарыңызды ойша санап көріңізші, 10-шы туысқаныңыздан кейін шатаса бастайсыз. Біздің 500 мың адамға дүрілдетіп той жасауымыздың өзі осыған дәлел. Қазақтағы тағы бір ғажап дәстүр, сіз бір жаңа дүние алсаңыз, туысқандарыңыз міндетті түрде көрімдік береді. Немесе жақсы хабар алып келсеңіз, сүйінші сұрайсыз. Сосын қазақ ұлты әрдайым үлкенді құрметтеп, кішіге ізет көрсетеді. Көп қазақтар үлкенге сіз деп сөйлейді, кішіге әрдайым ақылын айтып отырады. Үлкенге құрмет көрсететін қасиетіміздің тағы бір дәлелі, нәресте дүниеге келсе, ең бірінші үлкендерге есімін қойғызады. Дастархан басында үлкендер асқа қол созбай бірінші болып бастап кетпейміз. Бұның барлығы үлкенге деген құрметіміздің әлі де өзінің шыңында тұрғанын байқаймыз. Қандайда бір басқа ұлт өкілінен қазақ қандай халық деп сұрасаңыз, ең бірінші қона жайыл қасиетімізді айтып тәнті болады. Сіздің кішкентай кезіңізде үйге қонақтар келсе, басқа бөлмеге отырғызып қойушы ма еді? Немесе үйдегі тәтті тағамдардың дәмін, үйге келген қонақ дәмін татпай, сіз жей алмайтынсыз. Қазақ әрдайым дастарханды құрметтеген халықпыз. Қазақтың көп мәселелері дастархан басында шешілетін болған. Мысалы, тарихымызға үңілетін болсақ, кезінде жаман хабар алып келген адамың да, немесе жауласып жүрген кісілері келсе де, ең бірінші дастарханнан дәм ауыз тигізіп қойғаннан кейін өздерінің уәждерін айтатын болған. Мұндай қасиет көп ұлттың бойынан табылмайды. Мысалы, европалықтар ешқашан үйге адам қонады, қонақ келсе үйге жатып кетеді деген түсінік жоқ. Ол бірі. Және де олар бір-бірінің үйіне қонаққа келетін болса, өздерінің жейтін тамақтарын бірге ала келеді. Және ол жақта үлкенді сыйлау дегенді көп кездестіре бермейсің. Балалары, немерелері сен деп сөйлей береді. Тағы бір айта кететін нәрсе, қазақ бала тәрбиелеудің ерекше тәсілдерін біледі. Қазақ ұлды қайратты, жігерлі етіп өсіру, қызды қылықты етіп өсіру басты міндеттер деп көреді. Ал батыс мемлекеттерінде балаға дейін көзқарастары мүлде басқаша. Сол себепті ол жақта ЛГБТ-ның дамуы белең алып келеді. Біз қазақтың жақсы қасиеттерін 100-ден 1-ін ғана айтып отырмыз. Сол себепті басқа ұлтқа қарағанда қазақ осындай керемет қасиеттермен ерекшеленіп отырады. Сіз европалықтардың қазіргі уақытқа дейін ата-бабасын сақталып қалған қандай салттар бар екенін білесіз бе? Егер тауып жатсаңыздар, біліп жатсаңыздар, комментарийге жаза кетіңіз.